Сәлем қыздар, күндеріңіз қалай өтті? Мен әдеттегідей монтаж жасап, үйден пісіріп жатырмын. Мен негізі TikTokқа жақында кірдім. Бұрын аккаунтым болған, балдарым бірақ видео түсіріп, өшіртіп тастапты оны. Мен осы кезде өзім таныстырып өтейін. Менің атым Ақтолқын, мен көпбалалы анамын. Қызылорда қаласында тұрамын. Бұл Раяна деген ат менің үлкен тұңғыш қызымның аты. Міне енді мен WhatsApp'та, Instagram, TikTok'тамын. Осылай видео түсіріп жүрмін, жеймендеп салып жүрмін. Негізі менде идея көп, басымда былай салам деп, әр видеоны былай қойғам ғой дайындап. Жеймендеп күніне біреулеп салып отырмын. Мына жерде мен тез бір сағатта монтаж жасап тастадым. Клиентіме постоянно заказ берген. Осылай видео түсіріп, сіздерге көрсетіп, видео түсірейін деп шештім. Негізі былай музыкамен видео қойғаннан көрі, осылай аудиомен, өзімнің даусыммен салған дұрыс екен деп ойладым. Мантымды түсіріп салдым. Артқы фон әрине бәріне қызық қой, артқы фон деген. Мына жерде менің балдарым саған стенаға, құдай қаласа тазалап аламын. Қолым тимей қойды, бірақ мен видео түсіре берейінші деп шештім. Өйткені артқы фонға мән бермеңіздер. Балдар көп болғаннан кейін сондай болады. Өзім тазалап аламын, мойындамаңыздар. 100 манты заказ берген, мен постоянно клиентім, маған алғыс білдіріп отырады. Менің жолымда әрқашан жақсы болсын деп тілеуімді тілеп отырады. Аллаға шүкір. Соны дайындаған осы видеоны арнайлап түсірдім сіздерге. Жұқалығын көрсетейін деп, ішінде томпақ мантыларымды көрсетейін деп салдым сіздерге. Күшті видео болсын деп. Осы видеоны қабыл алыңыздар. Менің алдыға дамуым тек сіздерге байланысты. Әрқашан қолдауларыңызды күтемін. Қолдау білдіріңіздер, комментарий күтемін, лайк күтемін. Көптен көп болса жақсы болады, негізі алдыға шығамын. Инстаграмда бармын. Инстаграмда мен Раяна, тоже аты. Үйден пісіремін, өзімнің ақтастарханымнан шығады, өзімнің газымнан, өзімнің табағымнан шығады осылай. Табақпен заказ беретіндер де бар, бөлек. Но мен ыстықтай өзім одноразовый ыдысқа салып беремін. Ал мен постоянно клиенттерім табақпен алады. Аллаға шүкір деймін. Әдемі қылып орап беремін. Осылай әдейі видеода көрсетейін деп шештім сіздерге. Ыстықтай жетеді. Бетіне подлив салып беремін. Бірақ мына жерде клиентім жеке бөлек салып бер деп өтінген болатын. Сондықтан бөлек салып бердім. Сол ыстықтай барады, байымдамаңыздар. Соңында осындай керемет жазу салып қойдым. Бұл менің клиентімнің, постоянно клиентімнің жазуы. Шүкір Аллаға.